Кім бір салауат айтатын болса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла оған 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. Іштің істеген жоқ, сабақта отырсыз дейді. Тек саллаллаху алейхи уассалам деп қойды, болды. Алла 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. 10 күнәсін кешіріп жібереді дейді ананың. 10 дәрежеге көтеріп тастайды дейді. Ал ойлай беріңіз, 100 рет салауат айтсаңыз кетті ғой. Күнәлар да кетті, дәреже де кетті, дүние ақыретте көтеріп қояды Алла. Жақсылықтар өзімен өзі жазылып жатыр. Қандай жақсы Алланың бе. Пробкада тұрсың ба? Музыка тыңдап отқанша босқа несте? Салауат айтып отыр. Ей Убай, сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп отыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екіншіне, ва юғфару лака замбук, Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік жаңа айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын артында не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, пенде қашан салауат айтып отыра береді дейді, оның жанына періштелер келіп, ол кісіге салауат сәлем айтып тұрады дейді, истиғфар айтып тұрады дейді. Не, ол кісі тоқтатып азайтады дейді, не, қойып қояды дейді. Қашанғы айта береді салауатты, ана періштелер не істей береді дейді, анаған салауат айтып тұрады дейді, жаңа салауат айтқан кісіге истиғфар айтып салауат айтып тұрады дейді. Пенде өзі тоқтатып азайтып қояды дейді, не, мүлдем қойып тастайды дейді. Алла елшісіне көп салауат айту дұғаның қабыл болуына, қиындықтардан құтылуға түрткі екені туралы көптеген хадистер риуаят етілген. Атап айтқанда, Омар ибн Хаттаб пайғамбарына салауат айтпайынша сенің дұғаң жер мен аспанда тоқтап тұрады, одан ештеңе жоғары көтерілмейді деген. Убай ибн Кағб, Алла елшісі, мен көп салауат айтамын. Сол салауаттың қаншасын сізге арнасам болады? Деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз қалағаныңша айт деп жауап береді. Салатун нария деген сөз араб тілінен аударғанда нар, от сияқты өте тез әсер етеді деген мағынаны білдіреді. Салатун нарияда Алла елшісіне айтылатын салауаттардың бірі. Ол белгілі тариқат, сопылық мектебінің жетекшісі шейх Ахмад Рифағиден жеткен әдет болған. Ахмад Рифағи Ирактың Үммі Убайда ауылында хижраның 512 жылы дүниеге келген. Ол кісінің өсиеті бойынша бүгінде кейбір ықыласты мұсылмандар оны оқып жүреді. Әсіресе оны 4444 рет оқу нәтижесінде Алла тағаланың жәрдемімен қажеттердің өтелуі, дұғалар қабыл болуы тәжірибеде сыналғаны айтылады. Мағынасы: Алла, біздің қожамыз Мұхаммедке кәміл салауат пен ең әдемі сәлемді жолда. Соның себебімен қиындықтар шешімін табады, мұң қайғылар кетеді, қажеттер өтеледі, армандар орындалады, игі істер соңына жетеді. Аса мейірімді Алланың қалауымен жаңбыр жауады. Сондай-ақ әр сәтте және әр демде өзіңе мәлім сан мөлшерінде оның жанұясы мен сахабаларына да мейірім мен тыныштықты нәсіп ет. Имам Аль-Куртуби бұл салауат туралы, кім бұл салауатты күн сайын 41 рет немесе 100 рет немесе одан да көп оқитын болса, онда жаратушы оған барлық мәселелер мен қиындықтарынан жеңілдік береді. Ол оны қауіп төндіретін кез келген жамандықтан қорғайды және оның барлық істерінде жеңілдік береді. Оның рухы Алла тағаланың нұрмен нұрланып, ризығы артып, нығмет есіктері ашылып, өсиеттері қабыл болып, билікте болған кезде уақыттың барлық қиындықтар мен бақытсыздықтардан сақтандырылып, аштық пен жоқшылықтан аман қалады. Оған деген құрмет пен сыйластықты Алла тағала адамдардың жүрегіне ұялатады. Не сұраса да Алла оны қайтармайды. Бұл айтылған нәрселер орындалу үшін бұл салауатты үздіксіз оқып жүру керек. Шейх Мұхаммед ат-Туниси былай деген: кім бұл салауатты күнде 11 рет оқыса, жауған жаңбырдай және жерден өсіп шыққан өсімдіктей үлеске ие болады. Сондай-ақ бұл салауат Алла тағаланың қазынасынан алынған қазына, ал оны оқу бұл қазыналардың кілті екені айтылады. Ол қазыналар осы салауатты үнемі оқитын Алланың құлдары үшін ашылады және сол арқылы олар қалаған нәрселеріне қол жеткізе алады. Сондай-ақ ол ауыр сырқаттан айығу үшін оқылады және Алла тағаланың қалауымен науқастың жағдайы жақсарады.
Осы және басқа да салауаттар мен дұғалар Алла тағаланың жаратқандарына деген рақымы болып табылады. Өйткені біз оларды пайдаланып, осы салауаттардың рақымы, берекесі арқылы Алла тағаладан нәтиже аламыз. Айтқан салауаттарыңыз бен тілеген дұға, тілектеріңіз қабыл болсын. Баршаңызға Алла тағала бақыт, берекет және жақсылықтар нәсіп етсін. Қадірлі де құрметті көрермендер. Ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.